Кеше қызық болды ғой. Кеше сағат примерно 4-тің кезінде деші, кешкі 4-тің кезінде. Пойыншық Айман звондайды. Әй, Қарлаш, қазір біз саған Сәуле екеуміз барамыз деп, сағат 6-ға таман барамыз деп. Жарайды деп айтып алдым да, соны телефонды ойлап қоямын. Мә, не істеймін, өткен суббота біз ет базарына бара алмай қалдық емеспіз ба? Үйде только сүйек саяқ қалған. Дедім де жүгіріп магазинге бардым дағы. 1,5 килограммдай бедра сатып алдым да, тауықтың бедрасын ше. Сосын кішкене сақтап турап бөлдім әлгіні. Сосын бөлдім дағы, чеснок пен лукты, чеснок пен сарымсақты араластырып, мұжып әлгінің үстіне салдым. Сосын бір қасықтай тұз салдым. Сосын бір кесеге алдым дағы ыдысқа 3 қасықтай примерно майонез, оның үстіне жарты қасық аджика салдым. Сосын қара бұрыш салдым оның үстіне. Сосын оның үстіне алдым дағы кішкене не бар ғой, приправа бар ғой для окорочка. Соны салып жібердім. Сосын кейін соевый соустан примерно 1 қасықтай салып жібердім. Тезірек мариновать етілсін дегенім ғой. Араластырып жібердім де жаңағы маринатканы ненің үстіне, еттің үстіне құйып жібердім. Қолыммен мұжып, чесногы да сарымсағы да ішіне аралассын деп мұжыдым. Сосын кейін алдым дағы бір целлофанмен жауып тастадым. Ар жағындағы ауасы бері қарай шықпасын, бер жақтағы ауасы ары қарай кетпесін дедім. Тез мариновать етілсін деп. Жауып тастадым дағы. Сосын кейін бір лукты алдым да, сақтап турадым. Сосын бір морковты алып, через терку өткіздім. Сосын апардым дағы қызып тұрған табадағы майға апардым дағы лугымды сал жіберіп қуырдым. Кішкене шет-шеті кішкене қызарыңқырадау деген кезде апардым дағы ана морковымды алып салып тақ қуырдым кішкене. Бұл бар ғой ана розочканың ішіне зажарка ғой. Тәтті күшті дәмді болады да. Сосын кішкене тұз септім әлгінің үстіне, кішкене қуырдым дағы әлгімді кішкене алып қойдым. Суысын деп. Сосын кейін жаңағы окорочкамды алдым да 180 градуста қызып тұрған духовкаға апарып сал жібердім. Ал енді астыңғы табағына апардым дағы картошканы, 3-4 картошканы бөліп, тұздап, бұрыштап, майлап, оны да сал жібердім. Жарты сағаттан кейін екеуінің орнын ауыстырам. Сосын кейін алдым дағы кішкене ғана ұнға бір жұмыртқаны жарып жібердім дағы, иледім. Сіздер шөй-төртеу қоссаңыздар болады, енді мен адам аз болғаннан кейін осында 7-8 розочка шықсын деп сөйтіп нанды иледім дағы 5-10 минутқа тындырып қойдым. Сосын қойдым дағы 5-10 минуттан кейін әлгіні жайдым. Міне мынау сияқты қылып ұзыншақ қылып кестім осылай. Кестім дағы жаңағы зажарканы ішіне салдым. Сосын кейін бүктегеннен кейін бер жағын тоже майладым. Сосын кейін былай қылып орадым міне. Міне көрдің бе, өстіп орадым. Бұл розочка. Мантаваркаға пысады ғой, 35 примерно 40 минут сондай пысады мантаваркаға. Сосын манты сияқты қылып пысырасыздар. Сосын кейін алдымдағы тағы да, негізі бар ғой мынау розочканың үлкен кіші болуы, сол кесілген тестаға байланысты ғой. Үлкен қылып кессеңіздер, үлкен розочка шығады. Менде әртүрлі шықты. Ничего страшного, розаның өзі әртүрлі ғой, кейбіреу үлкен, кейбіреу кішкентай болады. Но күшті дәмді болады негізінде. Еще оригинальный бір әйбат болып тұрады да енді. Басқаша бір. Сосын кейін мінекей өстіп істедім. Өздеріңіз көріп тұрғандай қылып істедім дағы, сөйтіп оны мантаваркаға салып тастадым. Сосын сәлден кейін қыздар келді. Қыздар келгеннен кейін мынау менің немді картошкамда пысты. Картошкамды гарнир ретінде алдым дағы табақтың астына салдым. Сосын оның үстіне уже менің окорочкамда пысты. Екеуінің орнын ауыстырдым деп айттым ғой, окорочканы астына қойдым, онан кейін картошканы үстіне қойдым. Сосын кейін алдымдағы үстіне окорочкамды салдым. Сосын кейін сарымсақты турап, оның үстіне зеленімді сеуіп, жаңағы розочкамды қойып, күшті оригинальный прямо әйбат болды. Қыздардың алдына апарып бердім. Қыздар әрі арзан, әрі тез, жылдам, әрі дәмді, әрі қыздар, қонақтар келген қонақтар риза болады ғой, күшті. Давайте, қыздар, жасап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайтынына гарантия берем. Мен біліп тұрым, ұнайды. Это допанчима, білмеймін аты қалай екенін. Давайте, қыздар, кстати, тіркелуін ұмытпаңыздар, тіркелеміз. Давайте, пока.